Бүгін жексенбі екен ғой. Алма қосылған бәліш істейін. Қызым да жақсы көреді. Істемегелі де көп болды. Қалай істейтін еді өзі? Қызымның сүйікті бәліші еді. Бір қуанып қалатын болды. Қызым, бәліш істеп жатыр, маған көмектес. Анашым, кішкене ойнай тұрайыншы. Қызым, болды, келе ғой. Той, анашым, мен әлі ойнап біткен жоқпын ғой. Қазір барам. Қызым, бұл сенің сүйікті бәлішің. Мен саған қалай жасау керек екенін үйретейін, иә? Иә, анашым. Алдымен сүт қосып араластырамыз. Сосын ұн қосамыз, қайтадан араластырамыз. Қызым, саған түсінікті болып жатыр ма? Иә, анашым, маған бәліш жасаған ұнап жатыр. Қызым, сен дүкеннен алма алып келші. Маған алма алып кел деді ме? Мен ұмытып қалған секілдімін. Әпке, осы маңайда дүкен бар ма? Қызым, міне дүкен, кіре ғой. Сәлеметсіз бе ағай, сіздерде алма бар ма? Маған бәлішке қосатын алма керек. Иә, келе ғой қызым. Алмалар қай қатарда тұр? Ана қатарда тұр, ала бер қызым. Алманы алып қаш кетейін. Қаштым, мені көрмей қалды. Анам ұрыспайды ма екен? Анам қуанып қалар. Олар мен ұстап жете алмады. Бірақ бұл қылығым дұрыс болды ма? Анам бұрын маған ұрлық жасама деп айтатын. Қой, анама ертерек барайын. Міне, анашым, мен алма алып келдім. Қызым, жарайсың. Құлыншағым менің, балапаным менің. Анашым, сізге бірден айтайын ба? Мен бұл алманы ұрлап алдым. Ұрлап алған несі? Қызым, мен саған солай үйреттім бе? Олай істеуге болмайды. Анашым, кешіріңіз, мен білмей қалдым. Жарайды, қызым. Барып дүкеншіге ақшасын қайтарып бер. Жарайды, мен кеттім, анашым. Мен шынымен дұрыс істемеген секілдімін. Анам маған ұрлық жасама деп үйрететін. Бұл қылығым дұрыс болмады. Кешіріңіз, ағай, мен жаңа алма ұрлап кеткен едім, соның ақшасын алып келдім сізге. Жарайсың, қызым. Енді олай қайталамаймын. Дүкеншіге ақшасын қайтарғаным дұрыс болды. Қой, ертерек үйге барайын. Қызым қайда құрып кетті екен? Ертерек бәлішті аяқтау керек. Мен келдім, анашым, мен келдім. Қызым, ендеше бәлішті жалғастырайық. Енді сүт қосамыз, араластырамыз.